Баршаңызға сәлем, мен есімім Салтанат Қайырбек. Қазақстан Жазушылар Одағының резиденті, Барокко болмыс жыр жинағының авторы және аса шығармашылық адам деп өзімді таныстыруға болады деп ойлаймын. Ең әуелі поэзия не дегенде барлығы айтады, ол шабыт, ал поэзия ол рефлекстік эмоциядан ада, сондықтан да оның тыңдарманы салыстырмалы түрде көп болмайды, оның тұтынушысы да салыстырмалы түрде азырақ. Өйткені бұл сәлем достар, қазір балалар әдебиетіне қатысты аз кем өзімнің автор ретіндегі ұстанымдарым мен ғылыми жаңалықтарымды сіздермен бөліскім келеді. Мен жақында зат атауын түсімен алмастырудың нейробиологиялық салдары атты ғылыми мақала жаздым, және оның балалар поэзиясына қандай қатысы бар, осы туралы сөз қозғағым келеді. Жалпы біз кез келген өнер ұлттың қалыптасуына, мәдениеттің дамуына ықпал етуі тиіс деп білеміз, және біздің бүгінгі мәдениет біздің ұлт ретіндегі қалыптасуымызға, сақталуымызға және мәдениетіміздің лайықты өз деңгейінде сақталуына қаншалықты жауап бере алады, сол туралы ойландым. Біздегі тіл мәселесі болсын, мәдениет мәселесі болсын, балалар әдебиеті орнықпайынша бұл мәселесі шешілмейді. Неге десеңіз, біздің балалар контентін жасау ең алдымен осы ақындардың қолында. Неге десеңіз, қазіргі бір ғана орыс тіліндегі жазылатын әндер, орыс тіліндегі мультфильмдердің барлығына анализ жасасақ, біз олардың әндерінің қаншалықты ойнақы болғанын, графигінен бөлек, оның идеясынан бөлек, жалпы видеосынан бөлек, біз мәтін тұрғысынан қарасақ, ол жерде әуесқой адамдар жазбайды. Ол әндердің барлығын кәсіби мамандар жазады, демек кәсіби ақындар. Ал бізде өкінішке орай осы өлең жазу, сөз жазуға келген кезде бір немқұрайлықпен қарайтын жаман әдет қалыптасқан. Бізде шыны керек, мысалы орыс әдебиетінен бүгін Марвинге барып қарасаңыз, әлі күнге дейін алғашқы сөрелерде Корней Чуковский, Агни Барто секілді классиктердің өлеңдері тұрады. Олар қайта бірнеше жүз мыңдаған тиражбен шығып жатыр. Олардың өлеңдерінің техникасының сыры неде? Өйткені олар ең әуелі көзбен көріп, қолмен ұстай алатын сондай бір зат есімдер туралы өлең жазады екен. Ол қасық болсын, ол шанышқы болсын, ол мына тұрған үстел болсын, мына отырған орындық, қағаз, желім, басқа кез келген тоқ, жарық, тіпті мынау шелек, қалақ, кез келген сөзге қатысты оларда өлең бар екен. Және олардың цифрланған дистрибуциясына қарасаңыз, кез келген сөзді жазсаңыз, сол сөзге лайық сай өлең, тақпақтар шығады, және әндер бар. Ал бізде мынау Яндекс музыкаға құлыншақ деп жазсаңыз, құлыншақ деген бір тақпақ шықпайды. Құлыншақ деген бізде бір ешқандай ән шықпайды. Қарап отырсаңыз, бұл деген ең қарапайым көрсеткіш. Бізде қазір сұраныс өте жоғары. Біз егерде тілімізді сақтаймыз, ұлтымызды сақтаймыз дейтін болсақ, бізге қазір міндетті түрде балалар әдебиетін және сапалы мәтіндік контент жасауға күш жұмылдыру керек, және бұл бизнесмендердің тілімен айтқанда өте актуалды және бәсекелестер жоқ ниша деп қарастыруға да болады. Өйткені бұл жаққа егерде өлеңнің техникасын біліп алса, адам, сізбен біз
балаларымызға арналған үлкен мұра қалдыра аламыз. Біздің қазақ өлеңдерінің, мультфильмдерінің, саундтректерінің проблематикасы неде? Мен біраз мультфильмдерді зерттедім. Сол жерде мысалы Сәби деген мультфильмді алып қарасаңыз, бір ғана саундтректің басында былай айтылады: арай төгер күліп таңына, от береді үміт бағына, кіп-кішкентай сәби жүректің, көз тоймайды қылықтарына. Енді қарашы, арай төгер күліп таңына. Бұл 3 жастағы балаға арналған мультфильм. 3 жас, байқасам, бұл мультфильмді тіпті 1,5-2 жастан бастап балалар көреді. Енді ойлаңызшы, арай төгер күліп таңына деген не деген сөз? Арай қайда? Күліп ататын таң қайда? Ол таңға не үшін арай төгіп жатыр деген сұрақ. От береді үміт бағына. Үміттің бағы қайда? Оған не үшін ол от беріп жатыр деген сұрақ. Ал сол класстағы басқа орыс тілді мультфильмдердің саундтрегін қарасаңыз, оны кәсіби мамандар жазған. Мәселен, сол сегменттегі Цветняшки, Мимимишки, сосын тағы да Три кота, тағы да қандай мультфильмдер. Барлығын қарасаңыз, тиянақты, нақты, авторлары ауыспайды. Бізде өкінішке орай жаңағындай абстрактілі, дерексіз сөздерді пайдалану, осындай проблематика бізде көп. Бізде қазір неғұрлым зат есімдерге арналған өлеңдерді көбейту керек. Және мысалы, шанышқы болса, шанышқы туралы өлең керек бізге. Доп болса, доп туралы. Сәбіз, сол сияқты. Әр нәрсені өзінің атымен атап, соған лайық кішігірім тақпақтар қою керек. Бізде мысалы 2-3 сынып оқитын балаларға Томиристің не қажеті бар? Немесе Алаш алыптарының, немесе руханиятым менің, рухтым, Қазақстаным, ол патриоттық сезімді басқаша жеткізу керек балаға. Мынау идеологияның көкесі екен деп, осы бір ауыр түрде жеткізу балаларды қазіргі тілден жеріндіріп жіберіп жатыр да. Өлең неге бізде орыс тілін қабылдау оңай? Өйткені орыс тілінде ақпарат сапалы. Зат есімдер көп. Және зат есімдердің біз деген өзім мақаламда да өткенде айттым, зат есімдерді біз балаға қызылды әперші, көкпен жаз, жасылмен жаз деп айтамыз да. Ол қаламмен, көк қаламмен жаз, немесе анау сарыны ки деген сияқты түспен айтамыз. Ол да біздің әр нәрсені өз атымен атамау әдетінен қалыптасқан. Ол бізге неге ондай әдет қалыптасты? Себебі біз жылқы баққан еліміз, біз қазақта жылқы түсінің 300-ге жуық атауы бар екен. Сондықтан бізде анау күреңді әкел, бозды әкел деген сияқты түсімен атау әдет қалыптасқан. Ал бірақ ол біздің қазіргі заманға сай келмейді. Сондықтан да біздің тіліміз мынау технология дамыған сайын біз қалыс қалып бара жатырмыз. Сондықтан балалар әдебиетіне контент жасау, балалар әдебиетіне ән жазу, өлең жазу, ол тұтас ұлтқа қызмет ету деп санаймын. Сондықтан балалар әдебиетінде креативті, әдемі өлең жазамын, талпынамын. Маған өлеңнің техникасын үйретсеңіз болды, жазамын дейтін студенттерге, оқушыларға мен барымды аянмаймын, көмектесемін. Және өзімнің осы әдістемелігімді, жиған тергенімді бәрін қуана бөлісуге дайын. Поэзия негізі өз алдына бір бекзадалық өнер. Поэзия өзі бір музыка, поэзия өзі философия. Поэзия ол тіпті терапия. Шетелде, батыста поэзия терапия деген
кәдімгідей сөзбен емдеу орталықтары да бар екен. Енді қазақ баяғыдан айтқан сөз сүйектен өтеді дейді, немесе жақсы сөз жарым ырыс дейді, жаным десе жан семіреді дейді. Сондықтан сөздің құдіреті қашаннан да адамзатқа мәлім, және оның жұмбақ тұстары, ашылмаған қыр-сыры әлі де баршылық. Поэзия адам жанының архитектурасы. Біз адамның тартымды болуы, немесе бір сондай бос, шикі болуын осы ішкі құндылықтармен, поэтикалық ойлау қасиеттермен бағалай аламыз. Ол адам өлең жазбауы мүмкін, бірақ ішкі әлемінде бір поэтикалық, эстетикалық қасиеттер болуы мүмкін. Сондықтан өлең жазу жекелеген бір адамдарға ғана берілген, ол адамның құлағына біреу келіп сыбырлап айтып тұрады деген дүние емес. Ол өзінің ішкі әлемі бір гармонияда, немесе ішкі әлемінде бір дауыс, қарқын, ұмтылысы бар адамның ойын жеткізуге ниетті болуын біз поэтикалық күй деп айтамыз, поэтикалық әлемі бар деп айтамыз. Ал енді соны екінің бірі жазып кете алмай жатады. Соны ойды жазуға, жеткізуге адамға кейде поэтикалық техникалар керек. Техниканы меңгерсе, жақсы өлең жазуға әбден болады. Кейбір адамдарда керісінше техника болады, бірақ ішкі әлемінде поэтикалық күй болмайды. Сондықтан егерде мен осындай бір әдемі табиғатқа, осындай бір ғажап адамға тамсанған едім, біреуді сағынған едім, өкінген едім деген сияқты ішкі тербелістер бар адам міндетті түрде өлең жаза алады, техниканы меңгерсе, және ол техниканы меңгерудің қыр-сыры жазылған кітап поэтикалық аттракцион деп аталады, және маған тәлімгерлікке жазылып, менің кітабыммен таныс болыңыздар.